Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? 12-ші сабақтың тақырыбы рухани жаңғыру, тарих пен инновацияның сабақтастығы. Қыш, түлек сөздерін, орфографиялық нормаларды сақтап оқиды. Тыңдалым, оқылым, айтылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Мәтінді тыңда, оқы, қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Тіл тарихы үйірмесінің жетекшісі Зүбайра апай жазбаларды зерттеген ғалым. Біз үйірмеде түркі тілдері, шумер тілдері туралы қызық мәліметтермен танысамыз. Апай, инновацияның басты мақсаты жаңаны табу, белгісізді тану, жоғалтқанды іздей білу. Осы жолда ақпараттық технологияны пайдалану керек дейді. Мен жақында интернеттен Олжас Сүлейменовтің Қыш кітаптың тарихы жайында жазған сөзін тауып алдым. Ақын, мен үшін поэма жылдан жылға поэзиялықта, тарихида мән мағынамен толға түсуде. Ойнет, ассириялық хроникаларда біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда болған нақты оқиға туралы хабарды оқығаннан кейін басталды дейді. Ғалым болу үшін өз тіліне деген шексіз махаббат керек екен деген ой түйдім. Көне жазбадан бір ғана сөзді көре білу керек. Жаңашылық деген осы. Инновация талмай іздену арқылы өткенді жаңғырту, болашақты болжау екен. Тұңғыш президенттің рухани жаңғыру деген сөзінің мәнін енді түсіндім. Рухани жаңғыру тарих пен инновацияның алтын көпірі. Қыш кітап пен ғажайып планетаның арасын байланыстыра алу да инновация. Ғылым мен білімдегі жаңашылдық. Әрбір түлек осыны түсінсін. Жазылым айтылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Мәтіндегі тірек сөздерді анықта, жаз. Сөздіктің көмегімен олардың мағынасын түсіндір. Тірек сөздерді қолданып, мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Бағалау кестесі. Мәтінді оқиды, 1 ұпай. Қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды, 1 ұпай. Мәтін бойынша сұрақ құрады, 3 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. 7-ші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттың дұрыстығын тексер. Қате ойларды түзетіп айт. Мәтін бойынша ақпарат дұрыс немесе дұрыс емес екендігін анықтаймыз. Балалар үйірмеде қазіргі заман тілдері туралы қызық мәліметтермен танысады. Дұрыс немесе дұрыс емес. Инновацияның басты мақсаты ақпараттық технологиямен таныстыру дейді Зүбайра апай. Дұрыс немесе дұрыс емес. 40 жылдан кейін Геродот тарихын жазған кезде осы оқиға туралы мәліметті кездестірген. Дұрыс, дұрыс емес. Рухани жаңғыру бүгін мен болашақтың алтын көпірі. Дұрыс, дұрыс емес. Ақпаратты анықтаймыз. Бағалау кестесі. Ақпараттың дұрыстығын анықтайды, 1 ұпай. Ақпараттың дұрыс еместігін анықтайды, 1 ұпай. Дұрыс емес ақпараттың дұрыс нұсқасын табады, 1 ұпай. Сөйлеу сауаттылығын сақтайды, 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.